Мүмкін прогресс, иә. Сөйлестік, әңгімелестік. Кездесуден сурет видео жоқ па? Бар, жібердім. Бар болса тамашалайық. Қандай достары бар? Жанат ханым, қарап отырыңыз. Айдын, достарыңыз қандай пікірде? Дарина жайлы не айтып жатыр? Кеше отырып мен негізі ойлағам, Дарина екеуміз бөлек отырамыз ба деп. Сөйтіп достарым келді, соны таныстырып, достарым өте жақсы пікірде, тура өзіміз сияқты қарапайым бірге отырып, достармен қалжыңдасып қойды еще деп достар қойып. Жақсы бәрі. Я достар айтып тұр, эфирде ұрысқақ, өмірде ондай сабырлы қыз ғой. Эфирде сонымен неге ұрысқақсың? Өйткені мен боремін десей. Жоқ, өйткені менің көзқарасым мүмкін басқа қатысушыларға ұқсамайды, мүмкін көп қатысушылар осы жерде отырып, маска киіп, халықтың алдына жақсы көрінгісі келеді, сондықтан көп қатысушылар жақтырмайды менің ойымша. Бірақ та оған қарамастан осы жерде отырам да махаббат тапқаннан кейін ғана кетемін. Соңына дейін күресемін деші. Соңына дейін. Бірақ Айдын мырза келгелі, Дарина, сенің бойында біраз өзгерістерді байқап жатырмыз. Айдын мырза, рахмет. Айты бер. Ол бізде эфирде сөйлемейді, бірақ та өмірде сөйлейді, қалжыңдайды, күшті билейді, кстати. Бірақ та мен білмеймін, не үшін эфирге келген кезде сөйлей алмайды. Түсінікті. Біздің қатысушылар не дейді екен? Кімнің қандай қояр сұрағы бар, пікірі айтар? Бауыржан, Баука. Кеше жұп атанды, бүгін Бауыржан бақыттың 7-ші аспанында. Айдын, қош келдің. Соң. Айдын, негізі сен өзің неше уақытта үйленуге дайынсың? Неше уақытта дегенде? Бізде просто Дарина уже тұрмыс құруға дайын қыз да, уже каждый сөзінде айтады, мен уже дайынмын деп. Сенен қадам болу керек сияқты да, сол неше уақытта дайынсың? Енді пока бізде шағырет кезесті, бізде ағандай не болған жоқ, мен ойлаймын. Адам болғаннан кейін бір 3-4 ай примерно тағы да уақыт керек та. Сөйлесіп, бір-біріне танысып. Егер барлығы жас болса, онда 3-4 айдың көлемінде. Ала берсе. Дарина, 3-4 ай бай қалай, жақсы ма? Күте аласың ба? Зависит от него. Түсінікті. Басқа сұрақ жоқ па? Пікір? Жерді ол болса айта ғой, тыңдап тұрмын ғой. Сені, ол болсын айта ғой. Сен сұрамаймын ғой, айтпай қойыншы. Айтпай қойыңыздар, қайтадан қазір ұрысып, дауласып. Агата ортаға шықса, үнемі Дарина сөйлейді, бірақ бүгін Агата үнсіз. Құрбысы жайлы не айтар екен? Менде бір андай сұрақ до этого пайда болып жүрген. Мусаға үміткер болып келгісі келді ғой. Сол кезде Дәулет пен Мусаны ұқсатты да бір качествосын. Сол качествоны Айдыннан көрдің ба? Сол бір характеріндағы бір чертасын ба, бірдеңкесін байқадың ба? Осы жерде әрқашан Дәулет қозғайды. У него есть свои плюсы. У Дәулета свои плюсы. Просто сол сұрақ қызық болып жүрген маған негізі, ана кезде қойым келген сон. Жоқ, бірақ оны ренжімейсің деп ойлаймын. Жоқ, ренжіме, бірақ та просто әрқашан Дәулет дейді. Бірақ та мен ойымша әр жігіттің өз плюстары бар. Не стоит сравнивать. Басқа сұрақтар жоқ сияқты. Шынымен де, мысалы, Айдын мырзаның бойында саған ұнаған, басқа үміткерлерден таппаған қандай қасиеттер бар? Басқа үміткерге қарағанда әскерге бардым. Саған кәдімгідей ұнады, әскерге барып келгендігі? Кәдімгідей ұнады. Менің жасы үлкен. Көбінесе кіші жігіттер келді. И прям қазақи жігіттер в основном келді. Орысша сөйлеген жоқ. Ал мынау хотя бы менімен орысша сөйлейді. И қалай десем, ата-анасына ұнаймын. Оның алдында көбінесе үміткер айтты ғой, ата-анам қарсы деп. Мен ойымша ол большой плюс. Ал сенің анаң Айдынды көрді ме? Не деп жатыр?
Менің мамам рас айтсам, эфирді қазір қарамайды. Заняты совсем другим, так что қараған жоқ. Рас айтсам. Түсінікті. Әңгімеңе жүгінсем, барлығы керемет, тамаша сияқты, ал таныстық жалғаса ма деген дәстүрлі сұраққа қандай жауап аламыз? Айтып тұр ғой, осы жерде Агата Дәулетке Мұсаға ұқсайтын жерлері бар ма? И постоянно осы тақырып қозғала береді. Айтының свои есть плюсы, и қанша үміткерлер келсе, стараюсь сейчас лучше его узнать, так что таныстық жалғасады. О, тамаша, қуаныштымыз. Мен шынымен де байқадым, біраз өзгерістер бар. Дәл сол қарқынмен жалғаса, мүмкін сіздерден болашақта әдемі жұп шығатын шығар деген ой. Рахмет Айдын келгеніңізге. Сәл күте тұрсаңыз, Зарина да сізбен бірге қайтуға дайын.